мына бір кісі кіріпті. Али Кур. Қайырлы кеш. Аха, қайырлы кеш. Мен қазақ емеспін, күрд ұлымын. Қазақстанда тұрып отырмын. Кезінде орысша оқыдым. Тараздан тұрып отырмын. Мысалы, мен қазақ емеспін, орысша оқыдым, қазақша білемін. Ну, мысалы, я вот просто слышу, вот қазақша сөйлеу керек, қазақша сөйлеу керек, қазақша сөйлеу керек. Мысалы, мен қазақша білсем, Қазақстанда бір нәрсе өзгере ма? Мыңдан проблемалар бар. Қандай проблемалар бар, айтыңызшы. Жоқ па проблемалар Қазақстанда? Жоқ, айтсаңызшы, енді біз тыңдап отырмыз. Коррупция жоқ па? Бар. Ұрлық жоқ па? Бар. Басқа жоқ па? Миллиардтар чиновниктер ұрлып шетелге жіберіп жатыр, сол жоқ па? Енді сіз ондай... Мысалы, тоқтаңызшы, қазір бүкіл әлем қазақша сөйлесе, сіздерге бір нәрсе, бір пайда түсе ме соған? Көке, сен Қазақстанда тұрып жатсың ба? Мен Қазақстанда тұрып жатырмын, тоқтаңыз. Мен Қазақстанда туып өстім. Тоқтаңыз, мен Қазақстанда туып өстім. Кезінде орысша оқыдым. Ол менің кінәм емес. Дұрыс па? Мен оқыған кезде аптада бір рет қазақша болған. Бір рет, даже кітап та болған жоқ, кітап. Бір рет. Ол біреудің кінәсі жоқ. Не демек? Күрде сатқын емес. Мына өзіңіздер сатқынсыздар. Күрде басқа анау сатқын емес. Бірінші адам өзінде сөйлеу керек. Человек должен сам себя в первую очередь свою нацию, свой народ, свою культуру уважать, а потом других заставить. А біреуді заставить етіп, өз тілінді үмітіп, ана біздің тілімізді сөйле, ана мынау, ол это получается против Бога идешь, понимаешь? Біреуді заставить етіп, мына Құдай берген саған тілді сөйлемей, менің тілімді сөйлемей, ол жақсы емес, дұрыс емес. Али, тыңдасашы сен. Али атың? Я, менің атым Али. Просто қазақша сөйлеймін дедім. Мен қазақша білемін. Әкем біледі, сестрам біледі. Біздің күрде әрі қазақша біледі. Одан бір дене өзгере ме Қазақстанда? Енді айтайын да тыңдасашы. Я айта беріңіз. Жоқ, мне почему вы все свои проблемы накидываете на других? Ты вопрос задал, будь любезен, выслушай теперь. Мен жауап берейін да саған. Орысша сөйле, если честно, орыстар сендерге не істеп қойған, айтсаңдаршы. Мысалы, орыстар... Сұрақ қойып атсың, сен жауап берген тыңдасашы сен алдымен. Да, я послушаю. Сенде тәрбие бар ма, тыңдай аласың ба сен сөзді бөлмей? Хорошо, давай. Біріншіден, сен заңға бағынатын адамсың ғой, дұрыс па? Ты законопослушный гражданин. Очень даже. Енді заңға бағынсаң, мені тыңда. Конституцияның 7-ші бабында не деп айтылған? Мемлекеттік тіл Қазақстанда қазақ тілі. Дұрыс па? Иә. Енді тыңда. Тіл туралы заң деген бар. Закон о языках. Статья 21, 21 бап. Что вся визуальная информация в магазинах должна быть на государственном языке, мемлекеттік тілде, то есть қазақ тілінде болу. Дұрыс па? Заңға бағынасың ба? Да, нормально. Енді тыңда, тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң бар. Закон о защите прав потребителей. Мен мысалға дүкенге барам ба, мен қазақша сөйлеймін ба, мен қазақша қызмет алуым керекпін. Ол заң бойынша. Енді тыңда, біз ешкімді сенің айтқаныңдай заставлять етпейміз ешкімді. Как вы не заставляете? Вы заставляете, у вас 24 часа только одно и то же политика. Заставляете людей. Лучше басқа халықты бәрі қуып жемейді. Мына сөз тыңдайсың ба сен? Мен саған айтып отырмын, ешкімді зорлап, Түрлі арақ ішпейді, көшеде жүрмейді.
Ей, тыңдасай, мен жауап беріп жатырмын ғой, до конца выслушай. Хорошо. Ешкім ешкімді зорлықпен қазақ тілін үйрен деп жатқан жоқ. Қоғамдық орында, заң бойынша. Мен қазақ тілінде сөйлеймін ба, мен мысалға орысша түсінбесем, мені қазақ тілінде қызмет көрсетіп, маған кез келген тауарды қазақ тілінде сату керек маған. Дүкенде сатушылар болсын, жаңа қызмет көрсететін. Мына жауап берейін, мен тоқтамаймын. Мен өз тілімді білемін. Маған бәрібір сен өз тіліңді білесің ба, білмейсің ба? Нет, просто тут какие-то нацисты, здесь все нацисты, они все нацисты. Все. От и до бәрі мепа нацисттер. Бәрі нацисттер. Бірақ осы мынау сіздердің қылықтарын жақсылыққа апармайды. Мен сендерге айтып жатырмын. Жақсылыққа апармайды. Тыңдасаш сен. Это не хорошее. Тура, вот эта ситуация, которая сейчас здесь в Казахстане, это ровно 100 лет, как в Украине идет, и, пожалуйста, Украина что получила, то, что хотела, то получила. Здесь вы тоже так делаете. Жоқ, мен мас емеспін. Күрлер арақ ішіп көшеде жүрмейді. Күрлер арақ ішіп көшеде сандалып жүрмейді. Сен бүкіл күртке жауап бермешсің. Сен өзіңе жауап бер. Мынақта айтып отыр ғой күрлер. Өзіңе жауап бер, ей. Өзіңе жауап бер, түсіндің бе? Мен өзіме жауап беріп жатырмын. У вас, видишь, у всех... Видишь, у всех у вас националистический взгляд на людей, понимаешь? Нацисты. Все нацисты. Прежде чем кого-то точно отвечать, понимаешь? Я понимаю. Шыққан сөзге сен жауап бересің, түсінесің ба? Сен бекерден бекер айтпай елге нацистсің, анаусың деп. Сен алдымен нацист деген сөздің мағынасын... Вот видишь, как они, вот видишь, как люди отвечают. Видишь, они все нацисты, они все хотят убить, убрать, выгонять. Понимаешь? Вот... Али, сен не, мемлекеттік тілге қарсысың ба не? Мен қарсы емеспін. Тоқта, 1 минут. Мысалы, менде магазин бар, я? Нет, конечно, я не против, просто почему вы других обвиняете? Почему вы других обвиняете? Кто обвиняете своих чиновников, свое руководство. Пусть они меняют. Например, меню деген Казахстан, я гражданин. А что ты говоришь, твое руководство? Это что, не твое, что ли? Не общее руководство, что ли? Ну, курды же не сидят там наверху, правильно? Курды сидят бөлініп отырсың сен, ұлтқа бөлініп отырсың ғой сен. Жоғарда отырған кім, күрлер ма? Или түріктер ма? Или басқа ма? Ассамблеядан отыр ғой сендерден де, депутат. Маған ассамблея керек жоқ, мен ассамблеяны түкірдім. Ассамблея ол әшейін. Немене әшейін? Не, сен қазақтарға жауап береді отырсың ба не бәрін? Бәрін қазаққа жауап қойып. Ассамблея маған керек емес. Сен түріңді ашшы, бетіңді көрсетші маған. Сатқын мен емес, сатқынна өзіңіздерсіздер. Который сейчас кричат қазақша, ертең бірдеңе білсе, бірінші сіздер қашып кетесіңдер. Пошел вон, говорю, нацист. Тебе надо в КНБ сдавать. Бетіңді ашшы деймі. Ты мне говоришь? Тебе надо в КНБ и все. Бетіңді ашшы, кен келес. Бетіңді ашшы нақ. Мынау мал ғой таза, мынау қазақ тіліне қарсы, мемлекеттік тілге қарсы шығып отқан. Көрдіңіздер ме? Қандай бұларына? Көз қарастары қандай? КМБ мен қорқытады ғой мен. Малғындар. Ол